Кореяға қалай келуге болады? Кореяға қалай баруға болады? Кореяға қыстың күні барғаным дұрыс па? Қыстың күні Кореяға барғанда жұмыс болады ма? Осы сұрақтар сізді де мазалап жүрген болар. Жалпы бүгінгі тақырып дәл осы бағанағы айтқан мәселелерді қозғайтын боламыз. Сол себепті басынан бастап каналға жазылып, лайкыңызды басып, және де сонымен қоса колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Қазақстаннан келейін деп жатқан азаматтардың көбісі маған жазады. Қалай барсақ болады? Жалпы қазіргі таңда көп қойылып жатқан сұрақтардың бірі ол Кореяға қыстың күні барғанда жұмыс табылады ма? Және барғанымыз дұрыс па? Көбінің көкейінде жүрген сұрақ әрине. Сол сұраққа мен нақты жауап беріп кетсем. Кореяға қыстың күні келген негізінде қиын. Мүмкін оңай. Әркімге әрқалай. Енді сіздің өзіңіздің келетін мақсатыңызбен және де осы жақтағы таныстарыңыз арқылы жұмыстарыңыз дайын болса, онда келуге болады. Ал егер де сіз енді ғана келе жатырсыз, ешқандай танысыңыз жоқ, жай ғана өзіңіз келіп бір жұмысты тауып алармын деп рисковать етіп келгендеріңізде бір жағынан дұрыс әрине. Бірақ енді әркімде әрқалай жағдайлар болып жатады, сол себептен де ең алдымен жұмыс жағын тауып алған дұрыс. Дәл қазіргі кезде жалпы Кореяда қыстың күні жұмыс жағы өте қиын табылуы. Өзінің болып жатқан жұмыстар тоқтап қалып жатқан қаншама адамдар бар. Кореяға қыстың күні өте оңай деп айтуға болады. Неге десеңіз, бұл жақтағылар да біледі, қыстың күні жұмыстың болмайтыны, жұмыс жоқ болғаннан кейін 1-2 айдан кейін қайтып кететін шығар деген оймен кіргізеді. Жалпы қыстың күні келе жатырмын, 1-2 айда барамын, алдын ала не совет бересің деп айтатын жандар бар, көбінесе жазып жатады маған. Ол қыздар жігіттерге айтарым, сіздер менен сұрамаңыздар. Мен бәрі айтпаймын ол нәрсені. Неге? Өйткені мен сіздерге айтып, мен сіздерге дұрыс емес бір ақпарат беріп қою мүмкін. Мен ол нәрседен бір қорқам деп те айтпаймын, бірақ өзім үшін өте бір кейін артынан бір ұялып қалатындай нәрсе болуы мүмкін да. Ол бәрінде болмайды әрине, бірақ сонда да сондай бір жағдайлар болып қалса, сіздер маған ренжулеріңіз мүмкін. Сол себептеден де мен сіздерге өзімнің көрген білгенімді жай ғана информация ретінде айтам. Ал жекеме шығып, былайынан сіздер кіргізіп беру жолын айтасыздар ма, мынандай документ жасатасыздар ма, мынандай нәрсе істеп бере аласыздар ма деген сияқты сұрақтарыңызға өкінішке орай мен жауап бермеймін. Жалпы міне кеше ғана сіздерге нақты айтатын дәлел болсын. Кеше ғана міне таныс баламыз келді, дос баламыз. Қорықпай, рисковать етіп келіп отыр қыстың күні. Бұл жігіттің келгендегі өте бір қиыншылықтарын, жалпы бұл жігіт әшейін жай ғана границадан жаңағындай документтерін тапсырып, бірден өтіп кете алмаған. Бұл жігіт 2 допросқа түскен. Қыстың күні өтуге деген бір мүмкіншіліктеріңіз көбірек болады. Қыстың күні келу оңай, бірақ жұмыс жағы қиын. Сол себепті келем деп жатқан жандар алдын ала ойланыңыздар. Көктемге қалсаңыздар кіру қиын, бірақ жұмыс болады. Қыстың күні келсеңіздер енді әркімде әрқалай танысыңыз болса, мүмкін сізге оңайға түсуі мүмкін. Енді өзіңіздің бір тәуекеліңізге қарай, бағыңызға қарай көресіз деген ойдамын. Сол себептен де құрметті достар, ешкімді шақырмаймын. Өйткені керек емес та маған, мысалы, ертең күн сен былай етіп ең, ол былай екен деген сияқты. Ал міне кеше ғана жаңағы таныс бауырымыз келіп отыр. Енді сол бауырымның келген бір жолынан сіздерге қалай келді, қалай болды, соны нақтырақ қазіргі күннің не болып жатқаны жалпы граница жағында. Сол жайында мен сіздерге кішігірім осындай бір влог форматта түсірем деп шештім. Мұнда барлық документтері тұр менде, осыны бір таныстырып өтеді. Ал осы бір тақырыптағы ақпаратты білгіңіз келсе, келесі влогты міндетті түрде қараңыздар. Осы влогты көрген жандар сіздерге үлкен бір инсайт болды деген ойдамын. Жалпы қыстың күні келгенде оңайырақ кіруге болады, бірақ жұмыс жағы қиындау болады. Ал көктемде келсеңіздер кіру жағы қиындау болады, жұмыс жағы оңайырақ болады деген сияқты нәрсе. Ал ендеше осы влогты әзірге аяқтаймыз. Келесі влогта сізді күтеміз.